кітап жанашырлары. Мен Тілеген Ибрахим Нұржанұлы, Түркістан облысы Түлкібас ауданы Керейт ауылында тұрамын. Ордабай Ағыбайұлы атындағы жалпы орта мектептің 6-шы сынып оқушысымын. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі заманның талабы өте өзгеше. Өйткені біздің қазіргі мақсатымыз 30 озық елдің қатарына кіру. Ал осы алып елдердің ішінде озық орында тұру үшін аянбай еңбек етіп, білімімізді жетілдіруіміз керек. Сондықтан біз пайдалы кітаптар оқып, білімімізді жетілдіруіміз керек. Елбасымыздың өзі айтқандай, бар білімнің қайнар көзі кітапта деген болатын. Ол сөздер бекер айтылмаған. Себебі кітап озық елдің қатарына кірудің кілті деп ойлаймын. Мен қазақтың ұлы ақыны Абай атамыздың қара сөздеріне ерекше сүйсіне оқимын. Өйткені Абай атамыздың қара сөздерінде халықты ғылым білім алуға шақырады. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы дүниеге келген, 1904 жылы дүниеден өткен. Абай Құнанбайұлы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Ибрахим. Әкесі Құнанбай Қарғалы болысында аға сұлтан болып жұмыс істеген. Өте шешен, әділ кісі болған. Анасы Ұлжан өте мейірімді, тапқыр, шешен кісі болған. Абай Құнанбаев кішкентайынан Ғабитхан деген татар молдасынан білім алады, медресесінде білім алады. Алғашқыда Ғабитхан молдадан татарша және мұсылманша діни сабақтар алады. 10 жасында Семей қаласындағы Ахмет Ризаның медресесіне оқуға түседі. Абай Құнанбаев өз бетімен 3 жыл оқып, Ахмет Риза медресесінде 3 жыл оқып, өз бетімен Приходская школаға түседі. Приходская школада 3 айдай орысша білім алады. Кішкентайынан әжесі мен анасының ертегілерін тыңдап өскен Абай 45 қара сөз және көп деген өлеңдер жазып шыққан. Мен Абай Құнанбайұлының қара сөздерін оқығанды жақсы көремін. Осының ішінде 31 сөзді сіздерге баян еткім келіп тұр. Абай Құнанбаев 31 қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтара ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалсақ, салынбау керек. Ой кеселді нәрселер, уайымсыз салғырттық, я бір қайғы салыну, ойыншық күлкішілдік, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздырататын нәрселер. Келесі, Абай Құнанбаевтың ғылым таппай мақтанба өлеңін оқығым келіп тұр. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай мақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болған десеңіз, тілеуің өмір алдында, оған қайғы жасаңыз, өсе көтеріп мақтаншақ, еріншек бекер масжаспақ. 5 дұшпанды білсеңіз, талап еңбек дедің ғой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асылыңыз көрсеңіз. Мен келесі мақсатым Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзінде жатқа білу. Әр түрлі жарыстарға қатысып, жеңімпаз болу. Мені тыңдағандарыңызға рахмет.